Амастырма балалар, қалдарын қалай? Балалар мынандай бір есеп қарастырайық. Калориметр ішінде массасы 120 грамм жез ыдыста, температурасы 22 градус, 160 миллилитр су бар. Осы суға массасы 85 грамм металл құймасынан жасалған 78 градус шар салынды. Осыдан кейін калориметрдегі температура 27 градус болды. Құйманың меншікті жылу сыйымдылығын есептеп шығарыңдар. Бұл жерде балалар жылу балансын теңдеу орындалып тұр. Себебі ыстық дене өз жылуын беріп тұрды, ал салқын денелер жылуын алып тұр. Бұл жерде салқын дене жез ыдыс пен салқын су, ал ыстық дене осы ыстық құйма шар екен. Енді осы үшін жылу балансын теңдеуін жазайық. Сонымен балалар Q1 Q2 қосу Q3. Q1 ыстық дене болсын балалар. Q1 тең болады С құйма еміш Т2 минус тетта. Ыстық дененің берген жылу мөлшері жазып қойық болар. Түсінікті болу үшін Q2 С су М2 тетта минус Т1. Бұл салқын судың алған жылу мөлшері. Салқын судың алған жылу мөлшері. Осылай жазып отырсақ балалар, кейін үйден үйренгенге өте жақсы болады. Q3 тең болады С калориметр. Бұл жерде екеуінің әрпіде К болып кетіп, сонда біреуін жайгені С жез деп жазсалайық балалар. С жез калориметр ғой. М1 тетта минус Т1. Яғни калориметрдің метрдің алған жылу мөлшері. Қай дене берді, қай дене алды, сөз жазып қойсақ, есеп шығарғанда түсінікті болады балалар. Сонымен С калориметр еміш Т2 минус тетта тең болады С су М2 тетта минус Т1 қосу С жез М1 тетта минус Т1 деген осындай бізде жақсы бір формула шықты. Енді С калориметр М3 Т2 минус тетта, біраз ықшамдап алайық балалар. Тетта минус Т1-ді жақсының сыртына шығарып жіберейік. Сонда бізде қалды С су М2 плюс С жез М1. Бұл біздің алтыншы теңдеу болсын. Енді осы жерден ыстық дененің меншікті жылу сыйымдылығын табатын формуланы қорытып шығара саламыз. Сонымен тетта минус Т1 С су М2 плюс С жез М1 бөлінген М3 Т2 минус тетта. Бұл біздің жетінші теңдеу. Балалар, бізде енді судың массасы жоқ. М2 ро көбейтілген В2. Ромыз біздің 10-3 дәресі килограмм бөлінген метр куб көбейтілген бізде 16 милли. 16 миллилитр ма балар? 160. 10 минус 5 дәресі болады. Минус 5 дәресі метр куб. Метр куб пен метр куб сартамыз. Сонда 0,16 килограмм болды. Осыны алдын ала есептеп алайық. М2 судыкі 0,16 килограмм болды. Енді өрнектеп орнына қою ғана қалды. С калориметр кем болады? Бізде балар бірден 27-тен 22 градус алып тастайық, сонда 5 градус қалады. 5 градус қалады. Жақшаның ішінде 4,2 10-3 дәресі жол бөлінген
килограмм көбейтілген градус. Массасын есептеп алдық. 0,16 килограмм. Қосу С жездікі 380 3,8 оның 2 дәресі жол бөлінген килограмм көбейтілген градус. Массасы 0,12 килограмм. Еміштікі 85 оның 3 дәресі 85 грамм. 85 оның 3 дәресі килограмм. Енді 75-тен 22-ні алып тастасақ, бұлар 48 градус қалады. 48 градус. Енді балар градус пен градусты қысқартып тастайық. Килограмм мен килограмм қысқарсын. Килограмм мен килограмм қысқарсын. Бізде енді балар үстінде жол бөлінген градус, астында килограмм қалды. Яғни бірлігі шықты. Есебіміз дұрыс деген сөз балар. Сонымен. Есебіміз дұрыс деген сөз. Енді көбейтіп бөлу ғана қалды. Сен бұларды бірлігін жазып қояқ балар. Жол бөлінген килограмм көбейтілген градус. Градус қалды. Енді есептеп жіберейік балар. 4200 көбейту 0,16 672. Сонымен үстіне жазып қояқ. Арда 672 қосу 380 көбейту 0,112 0,112 45,2 45,6 45,6. Енді екеуін қосып астына бөле салайық балар. Қосу 672 көбейту 5 бөлу 85 бөлу 48 көбейту 1000. Үстіне түскенде 1000 болады. 879 болды. Енді бұны жоқшамен 880 деп аласарақ болады екен. Не сонда С құйманың метр схемалары 880 жол бөлінген килограмм көбейтілген градус болды. Сонымен бұлар салған ыстық құйманың чар құйманың метр схемалығы 880 жол бөлінген килограмм көбейтілген градус болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.